Бұл бір ерекше қыздың тарихы. Ол да осы әлемге үлкен үмітпен, шексіз махаббатпен келді. Оның күлкісі шынайы, оның көздері мейірімге толы. Бір қарағанда ол басқалардан сәл өзгеше көрінуі мүмкін, бірақ жүрегі дәл біздікіндей. Ол кішкентайынан айналасына жылулық сыйлап өсті. Әрбір жаңа нәрсені үйрену ол үшін үлкен жетістік. Алғашқы қадамы, алғашқы сөзі бұл оның отбасы үшін ұмытылмас сәттер. Кейде оған қиын болды. Кейде бір нәрсені үйрену үшін көбірек уақыт қажет еді. Бірақ ол ешқашан берілмеді. Даун синдромы бұл ауру емес, бұл адамның ерекшелігі. Бұл балалар өмірді басқаша сезінеді. Олар эмоцияны тереңірек қабылдайды. Олар шынайы, олар адал, олар махаббатқа толы. Өмір әрдайым оңай бола бермейді. Кейде қоғам түсінбейді. Кейде біреулер артық сөз айту мүмкін. Кейде көзқарастар ауыр тиеді, бірақ ең қиыны қабылданбау. Сонда да ол күлімсіреуді тоқтатпайды. Себебі оның жүрегі таза. Оның жанында әрдайым отбасы бар. Олар оның тірегі. Әрбір жетістігіне бірге қуанады. Әрбір қиындықта қолдайды. Анасының махаббаты шексіз, әкесінің сенімі мықты. Осы махаббат оған күш береді. Оның да армандары бар. Ол да болашақ туралы ойлайды. Мүмкін ол ән айтқысы келеді, мүмкін сурет салғысы келеді, мүмкін тек бақытты болғысы келеді. Ал бұл ең маңыздысы. Біз кейде айырмашылықтан қорқамыз, бірақ түсінуге тырыспаймыз. Әр адам ерекше, әр адам маңызды. Бұл балаларға тек бір нәрсе керек: қабылдау, мейірім, қолдау. Әр бала ерекше, әр бала жарық. Ерекше балалар қоғамның әлсіз емес, ерекше қамқорлықты қажет ететін бөлігі. Бүгінде көптеген қоғамдық қорлар осындай балалар мен олардың отбасыларына қолдау көрсетіп келеді. Бұл қорлар тек қаржылай көмекпен шектелмейді. Олар балаларға білім алуға, емделуге, қоғамға бейімделуге мүмкіндік береді. Қазіргі таңда Маңғыстау облысы Жаңаөзен қаласында балақай оңалту орталығы қарқынды жұмыс жасап келеді. Өзенмұнайгаз жұмысшыларының қолдауымен ашылған оңалту орталықта ерекше балалар ем алып жақсы нәтижелерге жетуде. Орталықтағы білімді мамандардың арқасында Айла да алғашқы қадамын осы орталықта жасады. Өзенмұнайгаз басшысы Саймағанбетов Жанболат Амангелдіұлы арнайы орталыққа келіп Айланың тұсауын кесті. Осындай ұйымдардың арқасында мыңдаған бала өмірге сеніммен қарай бастады. Бір мүмкіндік бір баланың болашағын өзгерте алады. Бір қолдау бір отбасының үмітін қайта жағады. Қамқорлық бұл жай сөз емес, бұл әрекет. Ендеше бірге қолдау көрсетейік, өйткені әр бала біздің ортақ болашағымыз.